Саламатсыздар ма балалар? Бүгін сабағымызды бастаймыз. Ең бірінші үй тапсырмасын сұрап алайық. Біз үйде қандай тақырып оқыдық? Авторлық құқық туралы, иә? Негізінен авторлық құқық туралы жаңағы авторлық құқық туралы комиссиялерге сұрақтар беремін балалар. Сол сұрақтар бойынша істеуіміз керек. Жауап берулерің керек. Үйде дайындалып келген жаңағы сұрақтарыңа. Сіз осы сұрақтарға жауап бересіңдер. Дайын болсыңдар бастай беруге болады. Алматы қаласында өткен концерттердің бірінде Шәмші Қалдаяқовтың туындылары орындалды. Концерт ұйымдастырушылары композитор туыстарының келісімінсіз оның музыкалық туындыларын қоюға құқығы бар ма? Иә, себебі бұл жалпы ортақ игілік болып табылады. Және де кез келген адам Шәмші Қалдаяқовтың бір туындысын орындап, оны компакт дискіге жазуға да құқығы. Дұрыс. Авторлық құқық туралы заң қашан қабылданды? Авторлық құқық туралы заң 1996 жылы 10 маусымда қабылданды. Авторлық шығарма ол авторлардың өз идеясы бойынша жасалған келесі жұмысы. Зияткерлік меншік ол материалдық емес игілікке жатады. Ол біреудің меншігіне берілмейді және тек құқық иесіне келісіммен ғана пайдаланылады. Зияткерлік меншік нысандарына өнертабысқа, жаңалыққа, оңтайландырма ұсыныстарға, селекциялық жетістіктерге пайдалы үлгілерге, өнеркәсіптік үлгілерге және тағы да басқа берілген патенттерден туындайтын құқықтар. Авторлық құқықта Қазақстан Республикасы заңымен реттеледі. Қазақстан Республикасы Әділет министрлігі зияткерлік заңымен департаменті мен заңға жүгінуге құқылы. Авторлық құқықтың не үшін рәсімделуде? Халықаралық және Қазақстан нормаларына сәйкес ғылыми еңбек және әдебиет өнер туындыларына берілетін авторлық құқық үшін туындыны тіркеу, туындыны рәсімдеу және де басқа құжат арқылы көрсету талап етілмейді. Олар енді сабағымызды бастамас бұрын келісіп алайық, иә? Бүгін бағалауды өте жақсы, сосын керемет жақсы, иә? Өте жақсы дегеніміз қандай баға болады? 5-тік. Керемет дегеніміз 4-тік, ал жақсы дегеніміз бүгін 3-тік баға деп ойлайық. Тек қана ауызша бағалаймыз. Ал енді балалар, біздің бүгінгі сабағымыздың тақырыбы не деп ойлайсыңдар сендер? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасы балалар. Сабақтың тақырыбы отбасы, отбасының түрлері, некенің тәртібі және шарттары деген тақырып. Бұнда біз Қазақстан Республикасының отбасы және неке туралы кодексін және Қазақстан Республикасының балалар құқықтарының заңын ескере отырып, осының негізінде не істейміз? Жаңағы сендерге түсіндірме жұмысын жүргіземіз. Сабағымыздың мақсаты осы. Бүгінгі сабақтағы
бағалау критерийға келетін болсақ, ерлі зайыптылардың құқықтары мен міндеттерін ажырата алады балалар, неке және отбасы құқықтарын реттеуді түсіндіреді, отбасылық қарым-қатынастардың түрлерін анықтайды және оларға мысал келтіре алады деген біздің жаңағы негізгі критерийіміз. Енді балалар, жаңағы бізде пәндік терминдер дейміз. Отбасы дегеніміз не? Отбасы дегеніміз бірлесіп күн көретін туыстардың арасындағы адамдар тобын отбасы деп атаймыз. Келесі отбасы мүшелері, бір отбасында тұратын адамдардың не істейміз? Жиынтығын отбасы мүшелері дейміз. Ол әкесі, анасы, балалары, атасы, әжесі деген сияқты. Ерлі зайыптылар некеде тұрып, неке негізінде үйленген ер адам мен әйел адамды не істейміз? Айтамыз адамдар жұбын. Отбасы және құқығы дегеніміз не? Бұл жаңағы неке және отбасы туралы заңда көрсетілгендей, осы не істейді? Осы отбасы мүшелерінің ерікті жаңағы міндеттері. Келесі, толық отбасымыз. Толық отбасы дейміз, ол балалар отбасында барлық мүшелер бар болатын болса. Ол мысалы жаңағы ата-анасы, ата-әжесі, балалары барлығы осындай есте бар отбасылар дейміз, толық отбасы дейміз. Кейбір отбасылар болады, толық емес. Ата-анасының біреуінің болмауына байланысты, қайтыс болуына байланысты, тағы да басқа себептермен болмауына байланысты дейміз, толық емес отбасы деп аталады. Енді сендерге шағын видео көрсетеміз қазір. Шағын сендермен қазір видео көреміз балалар. Бірінші тапсырма, жүкпен орындайсыңдар. Сендер жүкпен дегенде
бұл жерде 4 жұпқа. Бірінші жұпқа отбасы адамға не береді? Аяжан мен Амирхан.